Қазақ халқының дәстүрі дінімізді қуаттап, дін дәстүрді бірге алға қойған. Осы екеуі қатар қосылып, қазақты адастырмай, тұмсықтыға шоқтырмай бүгінгі күнге алып келді. Соның бір ғана формасы біздің әр қазақтың басында төбемізде болуға тиісті болған мынау тақиямыз. Осы тақия қазақтың қазақ екенін, салт екенін, дәстүрге берік екенін, мұсылман екенін көрсете білген. Қарасаңыз, тақиямыздың басы доңғалақ, яғни дөңгелек болуының бірден бір себебі қазақтың киіз үйіндей, қазақтың қара үйі деп айтатын өзіміздің киіз үйіміздей болған, уықтан құралған шаңырақ сияқты болып тұрған. Осы шаңырақ қазақ дәстүріндегі отбасы, шаңырақ дүниесі ең бірінші біздің басымызда, төбемізде болды. Басымыздың санамызға осыны кіргіздік. Сондықтан қазақтың санасы осы тақияменен көтерілді. Жүрегінде арлы, рухты намыс шықты. Енді біз де құрметті ағайындар, өзіміздің салтымызды, дәстүрімізді, дінімізді ұлықтаған, осындай айшықтаған ұлттық мұрағатымызды көтеріп, әр қазақтың жүрегі қазақ деп соғып, басында тақиясы болсын. Ассаламу алейкум.